Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Енді әхлі зикрге келеміз. Әхлі зикр егерлері кімдер? Аллах тағала Құранда айтады: "Фассалу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун." Сендер сұраңдар дейді, егер білмесеңдер дейді. Әхлі зикр егерлерінен сұраңдар дейді. Бұл Нахл сүресінің 43-ші аятында, сол сияқты Әл-Анбия сүресінің 7-ші аятында айтады Аллах тағала: "Фассалу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун." Фассалу ахля зикр, сендер сұраңдар дейді, егер білмесеңдер дейді. Кімнен? Әхлі зикр егерлерінен сұраңдар дейді. Енді ғұламалар айтқан, кім зикр егерлері? Зикр егерлері бұл Құран мен сүннетті түсінген және соған амал жасаушы адамдарды, жалпы ғалымдарды зикр егерлері дейді. Зикр егерлері дейді. Сол сияқты зикр егері бұл Құран берілген кісі, Құранды жаттаған, немесе Құранды оқитын, тәпсірін жасайтын, адамдарға баян жасайтын, адамдарға түсіндіретін адамды әхлі зикр егерлері дейді. Сол сияқты пайғамбарымыз сүннетіне амал жасайтын кісілерді зикр егерлері дейді. Фассалу ахля зикр. Біз әрдайым дін мәселесінде, дүние мәселесінде, ақырет мәселесінде, барлық жалпы өміріміздің мәселелерінде әхлі зикр егерлерінен сұрауымыз керек, кеңесуіміз керек, ишарат сұрауымыз керек. Неге? Фассалу ахля зикр егерлерінен сұраңдар дейді Аллах тағала. Ин кунтум ла та'ламун, егер сендер білмесеңдер дейді. Сол сияқты егер біз дүние егерлерінен, дүние ғалымдарынан сұрайтын болсақ, не істейді? Олардың нәтижесі, олардың барлық уайымы, барлық мақсаты, барлық еңбектерінің көбі осы дүниеге ғана арналады. Ақыретпен ешқандай қарым-қатынас жоқ. Сондықтан олармен кеңескенде, олардан ишарат алған кезде, олар Аллахқа бойсынуға, пайғамбарға еруге бәлкім қарсы болуы мүмкін, немесе немқұрайлы қарауға шақырады. Неге? Олардың басты мақсаты осы дүниені жақсы көру, осы дүниеге деген талпыныс. Сондықтан әрдайым зікір егерлерімен кеңес, ишарат сұрау керек. Қандай мәселе болса да. Аллах тағала Құранда айтады: "Осы кітапты түсірдік" дейді Құранды. "Тибяна ликулли шей", барлық нәрсені баяндаушы ретінде түсірдік дейді осы Құранды. Алхамдулилля. Сондықтан бүкіл сұрақтың жауабын дүниеге байланысты, ақыретке байланысты, дін мәселесінде, барлық мәселеде жауабын осы Құраннан және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен табамыз. Сол сияқты адам баласы тәжірибе жасау керек. Адамдармен қарым-қатынасында адам баласы тәжірибе жасау керек. Аллах тағала Құранда айтады: "Уайза закарта раббака фил Қур'ани вахда." Егер сен дейді, Раббыңды дейді, жалғыз өзің ғана Құранда оларға айтсаң дейді, ескертсең дейді, зікір қылсаң дейді, жалғыз ғана өзің дейді, Аллах тағаланың "Уаллау аля адбарихим нуфуро", олар бет бұрған күйі дейді, қашат дейді. Бет бұрған күйі нуфуро, қашып кеткілері келеді дейді, қашат дейді. Осы Аллах тағаланы еске алған кезде дейді. Вахда, жалғыз өзін еске алған кезде дейді. Сондықтан адам баласы тәжірибе жасағаны өзіне, оның ақыретіне, екі дүниесіне пайдалы болады екен. Сол сияқты Каф сүресінің 28-ші аятында Аллах тағала айтады: "Уасбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум бил-ғадати вал-аши юридуна вajha." Нәпсіңді сабырлық қыл дейді. Ма'аллазина яд'уна раббахум дейді. Олар Раббыларына дұға жасайды дейді. Раббыларына мінәжат етеді дейді, құлшылық қылады дейді. Раббахум бил-ғадати вал-аши. Олар таң алдында және кешке қарай дейді. Осы амалдар арқылы олар юридуна вajha, Аллах тағаланың жүзін қалайды дейді. "Уала та'ду айнака анхум туриду зинатал хаятид дуния." Олардан көзіңді дейді, жүзіңді бұрма дейді. Не? Осы дүниенің әдемілігін, зинасын қалап дейді. "Уала тути' ман агфална қалбаху ан зикрина." Және сен бойсынба дейді. Кімді дейді? Біз қаперсіздікте салып қойдық дейді оған жүрегін. Қалбаху ан зикрина, бізді еске алуға дейді, біздің Құранмен амал жасауға дейді. "Уаттаба хаваху", ол және өзінің хауасына дейді, өзінің қалауына ерді дейді. "Вакана амруху фуруто", және оның барлық ісі фурут болды дейді, бір берекесіздік болды дейді, бір нәтижесіздік болды дейді Аллах тағала. Алхамдулилля. Сондықтан зікір егерлері бұл Құран, сүннетті түсінген адамдар, амал жасаушы адамдар, сол нәрсенің аясында өмір сүріп, соған шақырған адамдар болып табылады. Аллаху тағала алам.